Сәлем қыздар, сіздермен бүгін біз манты жасайтын боламыз. Менде қамырымды осы термомикспен илейтін боламын. Осы рецептпен қолмен де илеуге болады. Ең алдымен термомиксімізге ұнымызды жақсылап сабаламыз. Граммын артық емес, не көп емес, ровно саламыз. Бөлме температурасында тұрған суымызды алып, тұз қосып, жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Суымыздың үстіне бір жұмыртқа саламыз. Араласып тұрған ұнымыздың үстіне дайын суды құямыз. Қолмен еленген жағдайда бір қолмен араластырып, екінші қолмен суды құямыз. Мендегі скорость 3,5 скоростьте тұр. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай творог сияқты болады. Нан салманың үстіне қойып, бір-біріне біріктіріп, пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа немесе жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасына кірісейік. Ең алдымен тартылған етімізді өлшеп аламыз. Оның үстіне майдалап туралған пиязымызды саламыз. Оның үстінен картошкамызды саламыз. Немесе асқабақ қоссаңыздар болады. Толық рецептің барлығын видеоның астына жазып кетемін. Татымына қарай тұз қоссаңыздар болады. 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық зіра қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша. Енді салмамызды жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымыз жайып болғаннан кейін қайғас қалмас үшін бір бетін майлықпен жауып қоямыз. Жақсылап майлап ыдысымызды, мантыларымызды бүгіп шығамыз. Бұл мантының бір тиімді жері бір-біріне жабыспай шығады. Бүгілген мантыларымыздың бетін күнбағыс майымен майлап шығамыз. Қайнап тұрған судың үстіне 45 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Міне менің мантыларым пісіп шықты. Өте әдемі, дәмді көрінеді. Ең бастысы бір-біріне жабыспайды. Жәнеден полуфабрикат жасасақ болады. Осылай пищевой пленканы төсеп, тақтайға немесе осылай контейнерге қойып, тоңазытқышқа қатырып алған соң пакетке немесе контейнерге сақтап қойсаңыздар болады. Кейін дәл мантыны қалай пісіреміз, тура солай пісіріп ала береміз. Өте тиімді әрі дәмді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.